Ешқандай миксердің көмегінсіз бисквит жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде осы тортты жасап көріңіз. Себебі өте керемет, барлық нәрсені араластырасыздар да болды, духовкаға салсаңыз, біздің бисквитіміз дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, егер де видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен таза ыдысты алып, оның үстіне кәдімгі електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Үстіне шекерді салатын боламыз. Екеуін кішкене араластырып жібереміз. Үстіне сода мен тұз қосамыз. Кішкене тұз әрбір нәрсенің дәмін келтіреді, сондықтан да кішкене тұз қосуды ұмытпаңыздар. Енді екінші ыдысымызға жылы сүтті құйып аламыз да үстіне 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Осындай растительный масло құямыз, кәдімгі ақ май, оның үстіне ерітілген сары майды немесе маргаринді құямыз. Осы заттарды сұйық массаны кішкене бір-біріне араластырып жібереміз. Бірінші, одан кейін екі массаны бір-біріне аз-аздан құя отырып қосатын боламыз. Бірінші кішкене аз ғана құйып жіберіп, сәл араластырып, тағы да құйып, барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Осындай видеода көріп тұрғаныңыздар өте керемет масса шығады. Осыны екі бөлікке бөліп аламыз. Теңде екі бөлікке бөлуге тырысыңыздар. Екі бөлікке бөліп алғаннан кейін біріне ұн, біріне какао қосатын боламыз. Қанша екенін мен описанияға мөлшерін жазып кететін боламын. Ұн қосқан бөлігін жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 1 чайный ложка уксус қосамыз. Уксустың проценті 5-9% аралығында болу керек. 70% уксустың қажеті жоқ. Ішінде сода бар, сондықтан сода екеуі бір-біріне әсер ететін болады. Ал екіншісіне тек қана какао қосамыз. Уксустың қажеті жоқ, өйткені какаоның құрамындағы қышқыл кішкене соданың иісін өлтіретін болады. Менің табам қыздар кішілеу таба, сондықтан мен бір бөлік қылып, екіншісін жарты қылып пісіремін. Ал сіздер газдың табасына салатын болсаңыздар, осы тестаны полный бір бөлік қылып пісіресіздер. Тортты дәл осылай табаға мен видеода көрсеткендей етіп құйып шығасыздар. Қыздар, менің арнамда өте көп бұндай оңай жасалатын торттардың рецепті бар. Ешқандай творожный сыр, сливкиді қажет етпейтін торттар, кремдердің рецепті. Одан бөлек басқа шайға түрлі тәттілердің рецептін таба аласыз. Сондықтан да менің арнама міндетті түрде жазылып алыңыздар. Дайын бисквитімізді 200 градуста қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіреміз де суытамыз. Ол суым дегенше креммен айналысамыз. Крем үшін бізге осылай сливки мен вареный сгущенканы жақсылап қою масса болғанша миксерлеп алу қажет болады. Бұл да дайын болғаннан кейін пропитка жасап, корждарымызбен кремімізді жинай береміз. Мен пропиткаға тек қана сүт қолдандым, өйткені корждың өзінде дәмділігі жетеді қыздар. Осылай коржды екі бөлікке бөліп аласыздар, үлкен коржды. Сонда 4 бұрышта әдемі корж шығады бізде. Осылай пропитка жасап, үстіне крем қойып, тортты жинай бересіздер. Ал әсем дегенде мен өзінің жан-жағынан қалған крошкаларымен және де бетін шоколад құйып әсемдедім қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, жақындарыңызға ұнайтыны анық. Және де менің арнама міндетті түрде жазылып алып, қазақша арнаның дамуына үлес қоссаңыздар. Рахмет.